08 4.4 Jaguar мотор, ренжіме Power, 5 объеммен салыстырған кезінде 5-литровый суперчарджермен. Мынада бір жақсы натижительно цепті керіп тұратын неме да, тістері бар да, отстрел береді, артқа қайтпай қалатын. Тістері бар, бір жақсы, сол жақсы. Ана 5 объемда пружинада тұрады, немесі жоқ, тістері жоқ. Артқа мүлде айландыруға болмайды ол моторды, 5 объемдікінше. Бұда тағын еще неме тұрады, насос тұрады, ТНВД насос тұрады. Цеппен майдың сорғышы, май сорғышпен жәлдегі насос ТНВД бәрі бір немеде шынжырда тұрады ғой айтқанда. Мұлар шынжырымен қойылмайды. Меткасын басқа видеоларымда көрсетіп кеттім қалай қойылады. 5 объемда шынжырмен қойылады. Шынжырдың ғана пластинасымен қойылады. 5 объемда. Бірақ 5 объемда жалпы алюминийда өте нәзік болып келеді. Резьбалар өте нашар болып келеді. Алюминий жұмсақ. 5 объемдік. Жаман жасалған. Мынандай Ягуардың мынау алюминий орташа. Хаммерлардың алюминий блоктары жақсырақ болады. Мықтырақ болады алюминий болғанда да бір қосындысы мықтырақ па сондай. 5 объемдікі өте нәзік. 5 объем жасамайтын болдым. Таныстар жасап берген баяғыда. Екінші жасамайтын болдым. Өте нәзік блогы. Сол мынаның бір жақсы осындай керіп тұратын, шынжырды керіп тұратын нәтижелі осындай фиксациясымен болған дұрыс, артқа қайтпайтын. Одан кейін мына тефлон білсек, Range Rover магазиндер бар. Мына тефлон колечкасы қандай 10 мыңнан оригинал төртеу керек болған. 20 мың, 40 мың кетейін деп тұр. Пластмассовый кольца. Фордтың салайын десем, Фордтарда тұрады бұндай кольца. Мына Фордтікі, мына Форд болғанда Мазда шымшықта ғой деймін. Жоқ, ана Кронос құсаған, Кседес құсаған кузовта ғой деймін. Есіме шықпаса. Соның Витяй муфтасы. Мен соныкін подбирать етіп салайын ба десем, оныкі келтіріп жіберейін десем, соныкі ренжіктікі дала болып жатыр. Сондықтан бұны тефлонның кольцасы келмейді екен. Карсетиден алып подбор жасайын десем. Мен кішкене мынаны жіп орап көргем бір рет. Ол болмады. Баяғыда москвичтерде ма, волгаларда ма тормоз сыйып берсе, рабочий цилиндрге жіп орап, тігінді жіп қой, инемен тігетін жіп. Ақында бір қатар бейт, екі қатар болмаса. Сөйтіп орап, манжетін кигізіп беретіміз. Ол не ғой? Мынандай бөлек емес та, мына мысалы мына бөлек мына жер бүйтіп шығарсаң үшкірі бүйтіп шығады. Бір қолмен ыңғайлы ма, ыңғайсыз. Мына жер көрініп тұр ма? Мына бүйтіп былайынан кесілген да, мына былайынан. Сондықтан бұл кольца кішкене басында артып тұр. Өйткені бұл шлей оңай кіріп тұр да. Бұл жерде май қашады енді. Май қашқаннан кейін майдың давлениесі төмен болады. Кішкене кірген кезінде де бір нығыз кіріп тұру керек та былай. Тығыз, нығыз дегендей. Мына шейін оп-оңай кіріп тұр міне. Осы кольцасы қымбат болып тұр пока. 10 мыңға, құр пластмассовый кольцаға 40 мың.